Құйымшаққа арналған жаттығулар. Тізені бүктік, жамбасты ішке, сыртқа жасаймыз. Ендігі жаттығу тізені бүктік, бастан бастап, жаймен төмен қарай иілеміз омыртқамен, ішпен санды жабыстырдық, аяқтың балтырынан ұстадық, жамбасты түсірдік, көтердік. Осы кезде ішпен санның жабысып тұрғаны абзал, құйымшақтан созылу үшін. Аяқтайтын кезімізде, тізені бүгемізде, жаймен көтерілеміз, ең соңында басты. Келесі жаттығу тізенің астына кірпіштерді қойдық та, оңға, солға созыламыз. Кірпішті қойған себебіміз тізеге салмақ түсірмесі үшін, бірінші құйымшақты барынша созылып алу үшін қауіпсіз түрде. Келесі жаттығу аяқтардың табандарын біріктірді, қолды құлыптадық та, аяқты өзімізге тарттық та, екі аяқты тербетеміз. Бұны көбелек позасы дейді. Құйымшаққа өте пайдалы. Жаймен аяқты алдыға қойдық та, аяққа қарай иілдік барынша, құйымшақты созу үшін осы жерде қаламыз. Ендігі келесі жаттығу аяқтарды ромбек етіп қойдық. Аяқтың сыртынан қолдармен табанды ұстадық та, аяққа қарай созыламыз барынша, құйымшақты созу үшін. Келесі жаттығу аяқтарды создық, ішпен санды жабыстырдық, балтырдан ұстадық та, кезекпе-кезек аяққа қарай созыламыз барынша, құйымшақты созу үшін. Егер құйымшақтарыңыз ауырып жүрген болса, осы жаттығуды жасаңыз, әйтпесе бас ауруы пайда болады. Сізбен бірге болған мен терапиялық йога инструктор Айғаным. Сау болыңыздар.